Стратегия мышления богатых и бедных людей. Неге біреулер бай, неге біреулер кедей, неге біреулер бақытты, неге біреулер бақытсыз деген сұрақ туындайды. 32 түрлі айырмашылық. Егер сен бақытты болу таңдамасаң, онда сенің автоматом жоспарың бақытсыз болу. Еще бұны прокатқа беріп ақша табамын ғой. Мен қайтсем ақша таба аламын. Мен қайтсем мына нәрсені көбейте аламын. Қайтсем просто өздеріңіз ойланып қараңыздаршы. Мен сөйтіп күшті бір идея келіп барып біреумен қуап шаптанып тұрып барып бөлісесің да, ол сенің бетіңді қайтарып тастайды. Бірден әрекет етіп кетті. На самом деле әрекет соңғы орында болу керек. Сол сияқты біз ауа жұтқан кезде біз ауа тосып қалады деп ойлаймыз ба? Ойлайсың ба ауа тосып қалады деп? Адам фокусты неге қойса, сол нәрсе артады. Ойбай, мына қара түнек бірдеңе, ойбай, қара түрек түнеген, ойбай, мынаяқта жарық жоқ, ойбай, бірдеңе дей берсең, мәселең шешіле ма? Сен қай жерге барсаң да тек біліміңмен сыйласың. Мен бәрін білемін деген адам ештеңе білмейді. Бәрін білуші тек біреу, ол Алла ғана болды. Бәрін білетін адамға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлфира. Так, кеттік. Жалпы бүгінгі біздің алғашқы сіздермен біздер болып түсіретін видеомыз ол мына бір кітапқа арналмақ. 2025 жылдың соңғы вагонына ілесіп қалайын деп осылай түсіріп жатырмын. 2025 жылға әйтеуір сіздердің де қандай да бір андай кейінге қалдырып жүрген бір себептер болып, істей алмай жүрген, бірақ 2025 жыл біту керек дүние болатын болса, сізде тоже бері қарай жылжып соңғы вагонға ілесіп қалыңыздар. Так что кеттік. Қарап тұрсыздар, менде дәл қазір бір андай күшті бір качественный сапалы видеокамера жоқ. Қарап көріп тұрсыздар, және де менде микрофон жоқ, жоқтан бар жасап осылай видео түсіріп жатырмын. Главный соңғы вагонға ілесіп қалу деп па ойнап айтам. Негізінен қолыңда бар нәрсемен де бастап кету ойыңдағы дүниені бұл богатый мышлениеге жатады. Так что егер ойыңызда қандай да бір дүние жүрса, идеальный моментті күтпей сразу бірдеңесін істеп бастай беріңізді. Және де оны қалай бастау керектігін біз қазір кітапты талқылау барысында айтатын боламыз. Менің алғашқы видеома, блогыма қош келдіңіздер дегім келеді. Біріншіден, мен кез келген дүниені талқылаған кезде тек қана бұл кітаптың ішіндегі дүниелерді емес, өзімнің түйгеніммен, өзімнің қолданып жүрген дүниелеріммен сіздермен қоса отырып, өз тілімде, қазақ тілінде сіздерге түсіндіріп айтып беретін боламын. Ал менің түсіндіргем кімге өтеді? Жаймен бері қарай келіп, қолдарыңызға шайларыңызды алып жайғасып алыңыздар, себебі видео өте ақпаратты болады. Енді біздің жалпы видеомыз кіріспеден тұрады. Кез келген кітап секілді, бірақ андай бір сөздерден құрылған емес, ақпаратты кіріспе. Сайдмурат Давлатов. Давлатов. Стратегия мышления богатых и бедных людей. Енді бұл кітап бойынша негізінен мен үзінділерін салып жүрген кезде көбісі сұраған болатын, бұл қандай кітап деп. Сосын сұраныс көп болғаннан кейін мен жаздым бір стористе осы бойынша түсінгенімді видео ретінде, видео нұсқада салайын ба деп. Сонымен көптеген келісімдер, көптеген жағдай кері байланыс жинағандықтан мен осылай ютубтағы алғашқы видеомды осы кітапқа арнауды жөн көрдім. Ары қарай қандай видеолар болатыны белгісіз, бірақ не болса да пайдалы видео түсіремін деген үміттемін сіздерге. Так что жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар, окей? Онке деп па. Негізінен бұл кітапта 32 түрлі айырмашылықты айтады бай және кедей адамның ойлау санасындағы, ойлау жүйесіндегі. Бірақ біз дәл бір видеода мен сіздерге 32 дүниені мә деп бере сала алмаймын. Себебі бере салмада болады. Мысалы үшін мынандай айтылған деп. Бұл кімге қызықты? Маған менің өз басыма қызықсыз. Маған ана жілік-жіліктерінде дейін бетіп тұрып түсіндіріп берген маған ұнайды, маған өтеді. Сондықтан да өзіме қалай өтеді, солай түсіндіре берем. Енді мына кітапты еске алған кезде сіздердің миларыңызға, ойларыңызға бір кітап келуі мүмкін. Ол қандай кітап? Тоқ деп па? Ол мына кітап, ол Роберт Кийосакидің өте хит болған бай және кедей әке деген кітабы. Мен негізі басында қазір ойнақ отырмын, бірақ мен андай бір массовый ақпаратты түсіндірген кезде түрімді көресіңдерге өте серьезный өкпетем. Как будто сабақ беріп жатқан сияқты мектепте.
Мінекей, мына кітап естеріңізде бар шығар, оқығандарыңызда бар арасында. Мінекей, көріп тұрсаңыздар. Көрдіңіздер ғой, от души оқығам. Мен бұны бакалавр кезінде, студент кезінде алып оқыдым. Бірнеше рет кәдімгідей әдемілеп тұрып оқыдым. Сол кездің өзінде негізінен мен финансовый грамотность бойынша ізденуімнің өзіндік тарихы бар, оны историясы бар. Оны кейіндері бір айтып берер. Міне дәл қазір оның барлығын былай бытыстырғым келіп тұрған жоқ. Еще бұна кітаппен мен прикинь, сол уақытта өзім оқып аламда, еще бұны прокатқа беріп ақша табамын ғой. Қатты андай финансовый грамотный болып кеткен солай десе. Ойнап айтамын. Енді қараңыздар, кез келген дүние, кез келген ақпарат бірнеше деңгейден өтеді. Яғни мен бұрында кітаптарды галочка үшін оқитын едім. Мойындаймын. Яғни ол кездерде кітап оқу негізі қазірде сән. Айына 2 кітап оқыдым, айына 3 кітап оқыдым, айына 10 кітап оқыдым, ойбай деп жүрген әрине күшті. Бірақ қай кезде күшті, да? Ол сен білімнің ең шыңындағы деңгеймен оқи алсаң күшті. Мысалы үшін мен айта алмаймын, мен осы уақытқа дейін оқыған кітаптардың барлығын мен есімде, мен оның бәрін қолданғанмын деп жоқ. Оның барлығы менде төменгі деңгейде болды. Ол қандай деңгейлері? Қараңыздар, жалпы кез келген білім алған кезде, ақпарат алған кезде оның бірнеше деңгейі бар. Біріншісі білу деңгейі, екіншісі білім деңгейі, үшіншісі түсінік деңгейі. Ең шыңы түсінік деңгейі, ең басы білу деңгейі. Білу, мен қазір сіздерге айтып жатырмын, кез келген TikTok-тан көріп қалдыңыз, мүмкін Instagram-нан бірден көріп қалдыңыз, просто ақпарат біліп алдыңыз, білдіңіз. И білім келеді да, сіз оны қолданғыңыз келеді. Сізге біреу бүйт сөйт деп айтады, сіз қолданып көресіз. Немесе сіз қолданып бірдеңе істеуге тырысасыз. Ол білім деңгейі да, уже екінші сатыға көтерілдіңіз. Яғни сіз жаймен мына жақта бірдеңе пайда болады. Сіз яғни сіздің нейрондарыңызбен, сіздің жағдай клеткаларыңызбен, эмоцияларыңызбен толықтай байланысқан кезде барып ол түсінік деңгейіне жетеді. Сол кезде барып. Егер сіз алған біліміңізді өз тәжірибеңізден өткізіп, қателессеңіз қателіктен сабақ алып, келесі жолы өйтіп болмайды екен, немесе мынаны бүйту керек екен, немесе сіз бәрі удачный болып, андай эйфория, күшті сезім болып, мен мынаны түсіндім, оказывается, мынау былай екен деген сияқты, мынау жеріңізде бірдеңе барса, яғни алған біліміңіз плюс сезіміңізбен, плюс тәжірибеңізбен бекітіліп, мына жеріңізге қандай да бір түйсікке, санаға түсінік орнаса, ол ең шыңында, яғни алған біліміңіз ең жоғарғы деңгейде деген сөз. Бізде көп кітапты оқимыз, деп аламыз да, белгілеп қоямыз, мынау секілді маркермен. Бірақ көбісі қандай деңгейде қалады? Білу деңгейінде қалады. Дәл мен сияқты, мен жасырмаймын, мен көп кітап оқығам, бірақ білу деңгейінде, яғни тіпті мен есімде де жоқ қандай кітап оқығаным. Сондай адамдар болады, өзім мен сияқты тез ондай жағын ұмытшақ, адам атынан да, кейбір адамдар болады, прямо жаттап алады, бірақ ол бәрі ондай емес қой. Кейбіреулер ғана сондай да, адам атын, бір көрген нәрсесін, киносын, прям 10 жыл болған нәрсені бәрін айтып тұрады адамдар бар. Ол жағынан менің шатасым жоқ. Бар ондай адамдар, бірақ бәрі емес та, ондай адамдар санаулы, ол дарын сондай. Сондықтан да кез келген дүниені білу емес, білім түсінік деңгейіне жеткізуге тырысыңыздар. Галочка үшін ештеңе оқымай қойыңыздар, өтініш. Просто менің атымнан кеңес. Енді қараңыздар, мына екеуінің негізі тематикасы бірдей. Екеуде бай кейде деген сөз бар, екеуінде де әке деген аяқта сөз бар, аяқта стратегия мышления. Енді мынадай дүние. Бұна жерде айырмашылықтары, өз алдына айырмашылықтары бар және ұқсастықтары бар. Бұл жерде Сайдмурод Давлатов 546 қателеспесем әлемдегі бай адамдарды зерттейді екен, яғни өте сәтті, успешный адамдарды. Оның ішінде 6 миллиардер бар екен, 204 мультимиллионер бар екен,
Сосын ары қарай солай кете береді. И олардың ең жоғарғы, яғни ұзақ өмір сүргені 121 жасқа дейін өмір сүрген екен. Жалпы өмірге адам келген кезде мен кедей болайын, мен бақытсыз болайын деп келмейді. Әркімнің өзінің бір керемет арманы болады, мақсаты болады. Мен ата-анама көмектессем, мен мынандай машина алсам, мен мынандай үй алсам, мен саяхаттасам деген сынды күшті армандар болады. Ол сөзсіз, ешкім бұл өмірге жаңағыдай негативный ойлармен келмейді және ондай өмірінің ондай болған қаламайды. Так, енді неге біреулер бай, неге біреулер кедей, неге біреулер бақытты, неге біреулер бақытсыз деген сұрақ туындайды. Ол неге? Себебі адамның таңдауы солай болды. Ал адамның таңдауына не әсер етеді десеңіздер, оның ойлау деңгейі, ойлау жүйесі, мышление әсер етеді. Адам өмірге келген кезде бірнеше дүниені өзі таңдай алмайды. Ол өзінің ұлтын, дүниеге келетін жерін, ата-анасын, осы дүниелерді адам таңдай алмайды. Ал қалғанның барлығына Алла Тағала таңдап беріп қойған. Нені қалайсың, нені таңдайсың? Бай болғың келе ма, кедей болғың келе ма? Білімді болғың келе ма, білімсіз болғың келе ма? Бәрі сенің қолыңда, сенің таңдауыңда. Бай адамдардың таңдауы бай болу болды, кедей адамдардың таңдауы кедей болу болды. Мен бақытсыз болу таңдамадым, мен сәтсіздікті таңдамадым. Қалай мен оны таңдаған жоқпын ғой? Қалай мен сонда бақытсыз боламын? Қалай мен онда сәтсіз өмір сүремін десе, қателесесіздер. Себебі сен бақытты кез келген нәрсені екі нәрсе қылып жатқан. Оң, сол, оң жақ, сол жақ деген сияқты, позитив, негатив деген сияқты әр нәрсенің өзінің екі ұшы бар. Сол секілді, егер сен бақытты болу таңдамасаң, онда сенің автоматом жоспарың бақытсыз болу болды. Басқа ештеңе жоқ. Қиын ештеңе жоқ. Егер сен дұрыс өмір салтын таңдамасаң, онда сенің таңдауың дұрыс емес өмір салты. Түсіндіре алдым ба? Яғни екі-ақ таңдау бар. Біреу былай, біреу былай. Біреуін таңдамасаң, автоматом екіншісі таңдалады. Бірінші айырмашылық, бай адамдар молшылық деңгейінде, кедей адамдар жетіспеушілік деңгейінде ойланады. Бұл қалай? Жетіспеушілік деңгейі деген қалай? Мысалы үшінге адам ақша тапты да, оның мына бөлігін мына нәрсеге жұмсау керек, мына бөлігін мына нәрсеге жұмсау керек. Так, мынаны жаптым, значит келесі мынаны істеуім керек деген сияқты. Бар андай бір мысал бар еді ғой, типа тышқанның алдында ірімшік тұрады, и ол ірімшіктің артынан бетеп келе жатқан кезде тұзаққа түсіп қалады. Сондай мысал бар еді ғой. Дәл сол нәрсе секілді, ол өмірдің бір сөзбен айтқан кезде тұзағына түседі. Бақытсыздықтың немесе кедейліктің тұзағына түседі, солай. Яғни бұл жерде нені айтамыз? Неге бұлай айтылып тұр? Адам фокусты неге қойса, сол нәрсе артады. Адам фокусты не нәрсеге қойса, сол нәрсе көбейеді. Яғни бұл жерде кедей адамның фокусы неде тұр? Жетіспеушілікте тұр. Яғни ол ана жапқан дүниелерін жаптым дейді, өмірінен ысырып тастайды да, келесі жағдай бір қамалды алуға, келесі бір қиындық шешу, келесі бір жағдай қарызды жабуға да сөйтіп өмір сүреді. Ондай адам бақытты бола ма? Сұрақ. Ондай адамға дейді, тіпті ол басына 100 мың тауып жүр делік. 100 мыңнан кейін ол 150 мың, 200 мың тапты делік. 100 мың тапқанда да, 200 мың тапқанда да, 300 мың тапты, 500 тапса да, ол адам сол состояниеден шыға алмайды. Кезінде мынандай ақшаға өмір сүріп едік қой деген сияқты әңгімені көп естіген шығарсыздар, өздеріңіз үлкендерден де. Дәл сондай дүние неге? Себебі бұл жерде қаржылық сауаттылық болмай тұр, біріншіден, екіншіден фокус қайда тұр? Жетіспеушілікте тұр. Яғни сен осы жерде тағы бір мен өз тарапынан қосарым, фокусты неге қоясың, сол нәрсе көбейеді. Оны айттық қой. Сосын бағана айттым ғой, жапқан дүниелерді алып тастайды, сызып тастайды да, жаппаған дүниелеріне фокус қояды. Сенің өмірің сенің состояниеңнің айнасы. Сенің өмірің сенің состояниеңнің, хал ахуалыңның, ішкі жан дүниеңнің айнасы.
мүмкін дәл қазір менің айтып жатқан дүниелерім сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Маған да дәл солай болған бірнеше жыл бұрын. Неге мен бұлай айттым? Себебі адам бұл туралы тәжірибеде бар, экспериментте жасалған, бала, ата-ана, үлкен кісілер бойынша тапсам, оны да көрсете жатам. Сен мына жапқан дүниелеріңе благодарностьпен, ризашылықпен қарай алмасаң, яғни ризашылыққа, өзіңе деген жағдай болады, мақтанышпен, өзіңе деген қолыңа барыңа қуанып, ана жапқаныңа қуанып, сондай бір мына жеріңде сезім ойнамаса, яғни ризалық болмаса, оған фокус болмаса, ол дүние сенің өміріңде өспейді. Қай кезде өседі? Сол нәрсеге сен риза болып, бақытты болып, сол сезімді ұстай алып, шүкіршілік айта білгенде, сол нәрсеге фокус қоя білген кезде, сен эмоцияңмен, сезіммен байланыстырып тұрып, сен шын мәнінде, шынайы шүкіршілік айта білгенде ғана ол нәрсе өседі. Бұл жерде шүкіршілік айтудың бірнеше деңгейі бар, соны ұмытып кетпеңіздер. Яғни ол адамдар проблеманы шешуге ғана фокус қояды. Проблема надан проблема болды. Ол кезде ол өмірінде проблема бітпейді, жалпы. Енді қараңыздар, мынандай дүние бар да, мысалы келтіретін болсақ, компьютер делік, оның сен ол дұрыс жұмыс жасамай жатса, яғни ішіндегілер сенің қазіргі заманмен сәйкес келмей жатса, кейбір документтерді оқымай жатса, сен не істейсің? Компьютерді ауыстырасың ба? Оңайы ішіндегі программаны ауыстыру. Дәл сол сияқты сені қап-қара бір түнекке апарып тастады делік, прям қап-қара тас. Сен сол қара түнекпен арпалысып атасың ба? Арпалысып кәдімгідей, ойбай, мына қара түнек бірдеңе, ойбай, қара түнектен, ойбай, мынаяқта жарық жоқ, ойбай, бірдеңе дей берсең, мәселең шешіле ма? Проблемамен алысудың қажеті жоқ. Қандай өміріңізде ризашылық бар, қандай не нәрсеге благодарнысыз, сол нәрсеге фокус қоя білу керек. Яғни Конфуцийдің бір сөзі бар дейді, қараңғылықты қарғап өткенше, кішкентай болсын шамыңды жаға біл дейді. Қараңғылықты қарғап өткенше, яғни өмірің барлығын қарғыспен, бақытсыздықпен, нехватка, проблема шешумен еғанша, кішкене болсын бақытыңа қуана біл дейді. Сен, когда сен өз бақытыңа қуана білесің, ол отражается айна болып. Бағана айттым, Алла Тағала бізге таңдау, сезім және де түйсік берген. Біз прям күшті қылып жаратқан ғой деймін ба? Біз мынау арқылы Құдаймен тілдесеміз. Мынау арқылы бізге Алла Тағала кім болу керегімізді, жауаптарымыз, сұрақтарымыз бәрін береді. И волшебная палочка дейді, вот мына жақта тұр. Егер біз мына дүниені, адам қараңыз, адам дүниесінде ғалымдар бүкіл жерін зерттеп тастаған. Жүректі олай да бұлай зерттеген, бауыр, бүйрек, тамырлар, тері, тек нені зерттей алмай жатыр? Миды зерттей алмай жатыр. Тек миды зерттей алмай жатыр. Себебі ол Алла Тағаланың тылсым жаратылысы, махаббатпен жаратқанда бізді, махаббатпен да тобы бізді жасағанда, мына жер біздің реально сиқырлы таяқшамыз. Егер біз мынаны дұрыс қолдана алсақ, онда бәрі чеки-чеки болады, реально. Мен бұған дейінгі ақпараттарды оқыған кітаптардан бұл нәрселер айтылған, бірақ менің ол кезде масштабым ол ақпаратты қабылдауға деңгейім келмеді, деңгейім, мүмкін қабылдау деңгейім төмен болды, өз деңгейімде қабылдадым. Ал қазір шүкір Алла, мүмкін бірнеше жылдан кейін одан да күшті деңгейде қабылдайтын шығармын деп ойлаймын, үміттенемін. Сондықтан да просто благодарность и сенім. Мынандай дүние бар. Ойыңа алдың ба, бірден әрекет етіп кетті. На самом деле әрекет соңғы орында болу керек. Біз соңғы орыннан бастап кетеміз да. Ол бірінші орын қайда? Бірінші орын мына жақпен жұмыс жасау керек. Егер мына жақпен жұмыс жасалмай басталған әрекеттің аяқсыз қалуы 99.9%. Яғни сен мына жағыңмен плюс мына жағыңмен сен бекітіп алуың керек.
ана істейін деп жатқан дүниеңді. Алла тағала саған миыңа жібереді, неше түрлі ойды жібереді. Қараңыздаршы, мысалы үшін Стив Джобсқа Apple компаниясын жасау туралы тек Стив Джобстың ғана миына келді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Бірнеше адамның миына Алла тағала салады. Мынандай цитатында оқып жүрген шығарсыздар. Алла тағала сенің ойыңа бекер салмаған, значит сенің істейтініңе, сенің жаңағыдай бұл нәрсеге қол жеткізетініңе кәміл сенімді, сол себепті сенің миыңа салған деген нәрсені естіп жүрген шығарсыздар, көріп те жүрген шығарсыздар. Енді әңгіме былай. Тек қана Стив Джобстың ғана миына салған жоқ. Тек Стив Джобс ғана оны жүзеге асырды. Неге? Себебі ол сенді. Билл Гейтс те то же самое. Билл Гейтс өзінің ол кезде компьютерлар мынандай бір комнатаның бүкіл стенасын алатын болған. Бүкіл стенасы бір прям компьютері дәл біздіңкідей бір жақтан бір жаққа алып жүру, ноутбук туралы ана баяғыда жүйелі блок, перне тақтасы бөлек, бәрі бөлек тұратын кәдімгідей компьютерлар бар ғой. Ондай вообще болмаған. Прям бір стенаны алған, бір комнатаны олар құрудың өзі бір мәселе. Оны жағдай бір комнатадан бір комнатаға алып жүру былай тұрсын, иә. Вот сол кезде ол айтқан, мен әр үйде болатындай қыламын компьютерді. Ол былай да былай қолданысқа кәдімгі икемді ыңғайлы болатындай етіп мен шығарамын дейді. Оған сенді ма? Ешкім сенген жоқ. Бір ғана адам сенді, ол өзі өз арманына сенді. Яғни сенің ойыңа бірдеңе келе ма, сен біреумен ақылдасып керек емес. Ол саған Алла тағаланың жіберген ойы. Просто өзің сенді. Мысалы үшін сенің десе мына жерден қалай айтамын деп па. Так, мысалы үшін сен, мен білмеймін, түсіндіріп жатқанмын сіздерге, как-то так-то түсінікті болып жатыр ма, түсінбей жатыр ма, білмеймін. Мынадай да, менде мына жерде мен енді істей алмай тұрмын. Торт пісіру туралы, мысалы өзі тәжірибесі кәдімгідей істей алатын, немесе бір нанның рецептімен істеуін бөлісе алатын болса, күшті пісіретін болса, ол кісіден сол дүниелер туралы сұрауға болады. Ал сен келесінде сенің миыңа андай не түсіреді, мысалы үшін мастер-класс өткізу. Мен өзімді алайын. Мен барып мастер-класс өткізу туралы біреуге айтсам, менің деңгейімдегі, менің ойымдағы дүниені біреуге бермеген адамға барып, ол нәрсе тәжірибесінде жоқ адамға барып осыны айтсам, ол не деп айтады? Сомневается. 99.9%. Тек 0.1%, 1% ғана адам ғана любой сенің идеяңды қолдайды. Просто өздеріңіз ойланып қараңыздар. Мен сөйтіп күшті бір идея келді, барып біреумен қуанып, шаптанып тұрып барып бөлісесің да, ол сенің бетіңді қайтарып тастайды. Тек кейбіреулер ғана сені қолдайды, болды. Енді бұл жерде не түйеміз, нені аламыз, ойыңа келді ма? Просто сен жаса. Аяқпен бекітіп ала көл. Бұл мен сен етіңе уверен болды, ол жүзеге асатыны. Болды, ешкім тыңдама, ұра бер. В общем, солай. Кез келген неудача, сәтсіздік, кез келген бақытсыздық, кез келген арман, кез келген ой, кез келген нәрсе қайдан басталады? Мына жерден басталады. Кез келген нәрсе мына жерден басталады. Сосын барып қана ол әрекетке көшеді. Дұрыс қой, біз мына жерде басталады, сосын біз оны сезінеміз, сосын барып әрекетке көшеді. Осы негізі дұрыс жол. Біз неден бастаймыз? Сразу әрекетке бастағымыз келіп тұрады. Ол дұрыс, бірақ ол ұзаққа бармауы мүмкін. Сондықтан да мына дүние шыққан, кейбіреулер басымен ойланып, қолымен ақша санайды, ал кейбіреулер қолымен ақша тауып, басымен санайды деген. Осы цитата негізінен осы жерден шыққан. Енді мынаған келейік, байлардың мышлениясымен, ойлау деңгейімен, яғни молшылық деңгейімен ойлану деген қандай? Ол былай. Мына дүниені ұғынып алу керек, ақша ешқашан таусылмайды. Ол саған дейін де болды, сенен кейін де болады және бола бермек. Фокусты қайда қояды? Ақша табуға қояды. Мен қайтсем ақша таба аламын, мен қайтсем мына нәрсені көбейте аламын, қайтсем мен бүйте аламын, қайтсем мен қай жерден шыға аламын деген сияқты. Ананы төлеу керек, мынаны төлеу керек деген дүниелерге олар фокус қоймайды. Тек табуға ғана қояды. Болды, табу. Сен мына жерде не ойлайсың, и мына жерде не чувствуешь, и соны сен болашаққа отражаешь. Мысли материальные, ол реально дүние.
сен нені ойлайсың, сол нәрсені тартасың. Ойланып қарашы, сен қазіргі сәтің бұрын армандаған өмір сүріп жатсың сен. Бұрын армандаған сен өмір сүріп жатсың. Просто бір сәтке тоқта и ойлан. Сен дәл қазір бұрынғы армандап жатқан өміріңді сүріп жатсың. Сен қазір нені ойлайсың, нені армандайсың, бірнеше жылдан кейін сол нәрсе жүзеге асады. Енді қара, көп адам мынаны ұмытып кетеді. Дәл қазіргі сәтті. Мен болашақта бүйтем, мен болашақта сөйтем, мен болашақта мынандай болғым келеді, мен бүйтім келеді, сөйтім келеді. Немесе өткен шақпен өмір сүреді. Өткен жолы мен бүйтіп едім, сол кезде бүйтуім керек еді. Өткенде мен бүйткенде, бұрында мен сөйткенде мен сөйтуім керек еді деген дүниелермен ойланады. Сөйтеді да қазіргі шақ жоқ. Сен дәл қазір осы жердесің. Сен дәл қазір тыныс алып жатсың. Яғни не ғана бар? Дәл осы шақ қана бар. Сен болашақ ол сенің дәл қазіргі күйіңнің жүзеге асқан түрі. Алла тағала столько бізге бәрін дайындап берген прям ше. Мына пендем жесін, мына пендем көрсін, мына пендем бүйтсін, мына пендем сөйтсін. Әйтеуір осы пендем деп ше. Ата-анаңнан да артық сені жақсы көреді. Ата-анаңнан да артық саған жақсылық ойлайды. Просто біз мына жерімізде өзіміз ойланып аламыз, бірдеңені құрастырып аламыз да. Фокусты басқа бірдеңе бұрып жүреміз. Сол сияқты біз ауа жұтқан кезде біз ауа таусылып қалады деп ойлаймыз ба? Ойлайсың ба ауа таусылып қалады деп? Жоқ. Ол Алланікі, ол таусылмайды. Ақша да дәл солай. Саған дейін де болды, саған кейін де болады, сенен кейін де болады. Дәл қазір сенің жағдайында да бар ол. Сол сияқты ойлама, вообще таусылып қалады. Ана мынау біреуде ақша жоқ екен, ана мынау. Дәл қазіргі шақпен өмір сүреміз, дәл қазіргі состояниемізді көтереміз, благодарны боламыз, мышлениемізді, фокусты өзгертеміз. Болды. Кеттік арғай. Яғни бағана айтқанымдай, молшылық деңгейінде ойлану деген фокусты тек жақсылыққа қою, фокусты тек ақша табуға қою, фокусты тек благодарностьқа қою. Бай адамдар, ойбай, ананы жабу керек, мынаны бүйту керек, мынаны төлеу керек деп ойлайсың ба? Нифига, ни хрена олай ойламайды. Олар ойбай, мына программаны бүйту керек, мына проектіні істеу керек, мына жерде мынандай ақша бар екен, қай жерде көп ақша бар екен, олар сөйтіп ойлайды да. Фокус табуда, ақша табуда болды. Енді мынандай пример болады, өмірден алған. Бір жылы дейді, 2011 жылы қызбен танысып, балам үйленетін туралы айтты дейді. Бірақ оған дейін енді күйеуім ауырып, бүкіл ақшаның барлығы сол кісінің еміне кеткен болатын, яғни қолда ешқандай ақша жоқ дейді. Бірақ енді баламды үйлендіргім келді дейді, бетін қаққым келмеді дейді, солай жақсы деп айттым дейді. Үйттім да примерно қанша керек сумма, соны жазып, уже соны табу жолдарын қарастыра бастадым дейді. Бірақ ненің ішінде, бір аз ғана уақыттың ішінде уже өзіне өзі маған ақшалар келе бастайды. Бір проектіден түсті дейді, біреу маған қарызын әкеп берді дейді, біреу жаңағыдай бір туысымнан ақша сұрап едім, ол шыға қалды деген сияқты. Сөйтіп 3 айдың ішінде $25,000 ақша таптым дейді. Тойды да істеп, бәрін күшті қып істедім да. Сол кезде барып мен түсіндім, яғни тәжірибе арқылы не нәрсеге фокус қоясың, сол нәрсе сенің өміріңде өзіне өзі пайда болады. Бағана айттым ғой, но волшебная палочка, мысли материальный, ол реально действует, реально. Енді бұл жерде айтылатын қорытынды қандай? Нехваткаге, негативке фокус қоймаймыз. Тек жақсылыққа, шүкіршілікке, благодарностьқа, міндетті түрде эмоцияны қосамыз, міндетті түрде. Просто ауызбен айта салу деген Егер шынымен результатты қаласаң, эмоцияны қосасың. Шынымен сен благодарны болып тұру керек, шынымен сен риза болып тұру керек та, шынымен сен фокусты қоя білуің керек. Нехватка сен фокусты қойып жақсылыққа, жаңағыдай ақша табуға деген сияқты фокусын дұрыс дүниеге аудара білуің керек. Реально ол және де мынандай бар ғой, Алла тағала ойға салады, сосын сен интуиция арқылы арқай жұмыс жасап кетуің керек соңғы. Болды. Сол да ключ саған берген Алланың особый дары, сол нәрсемен сен қолдана алуың керек. Екінші айырмашылық.
неге бай емес, неге мынаны жүзеге асырмады деген сияқты сұрақ қойған ғой енді. Менің көп балалымын, яғни балам көп, оларды аяққа тұрғызып, өсіріп өндірем дегенше менің бұл арманыма ақша қалмады. Яғни мен байи алмадым дейді. Сосын оған қайтадан сұрақ дұрыстап қояды. Сонда сіздің кедейлігіңіздің себебі сіздің балаларыңыз ба дейді. Сосын анау айтады, жоқ, мен олай айтқан жоқпын дейді. Сосын тағы да қайталап дұрыстап сұрайды. Сіз жаңа ғана мен балаларымды өсіріп жетілдіріп асырап аяқтан тұрғызамын дегенше менің өзімнің арманыма ақшам қалмады, уақытым қалмады деп айттыңыз ғой дейді. Значит, так деп айтады, деп жауап берді. Онда солай болып тұр ғой деп айтады. Сосын енді қараңыз, енді бұл жерде богатое мышление қалай болады? Менің балаларым бар, мен солар болғандықтан мен бай болуым керек. Мен балаларым үшін мен бай болуым керек. Мен балаларымның көзінде бай болуым керек деген сияқты мышлениеме ойланады. Енді бұл жерде айналып түптеп келген кезде білімге келіп тіреледі. Кез келген нәрсе. Бұл жерде, яғни мен бәрін білемін деген дүние, жаңағы кедей адамның айтып отқан дүниесі, ол оның тек білу деңгейінде ғана. Бағана айтып өттім ғой, білу, білім және түсінік деңгейі. Сен қай жерге барсаң да тек біліміңмен сыйлысың. Осы дүниені ұғып алайық. Сен қай жерге барсаң да тек біліміңмен сыйлысың. Ол білім жан-жақты болуы мүмкін. Сен біреулермен сөйлесе алу, немесе бірдеңені шеше алу, жағдай бір әйтеуір білім да. Типі сізді құрметтеп тұратын болса, сізді сыйлап тұратын болса, сізге сыйлық алып келетін болып тұрса да, ол белгілі бір білімің арқылы саған келеді. Отбасын есептемегенде. Себебі енді ондай да отбасылар бар да, шамалы басқашалау ойланатын, бірақ көптеген жақының адамың үшін отбасында сен бар болғаның үшін бағалысың. Енді ол кісілерді есептемегенде деп айтарым да, сен біліміңмен ғана сыйланасың. Білімің арқылы саған құрмет көрсетеді. Дәл осылай. Сондықтан да ол білім қай кезде жүзеге асады? Сен мысалы үшін мен айтып жатырмын, ол білу болды да саған. Сен оны мен айтқан дүниені өмірде қолданып бастап, уже тәжірибеге дейін өткізіп, эмоцияны бекітіп атсаң, ол түсінік деңгейіне, білім деңгейіне оралады да. Вот. Яғни богатое мышление ол кез келген жерден үйренуге тырысып тұрады. Пусть ол бала болсын, пусть ол үй қызметшісі болсын, пусть ол қарт кісі болсын, студент болсын. Ол егер өзіне керек па, ол қымсынбайды. Мен үйренейін, мен білмей тұрмын, айтып бересің ба деп айтудан ол қысылмайды да. Кез келген жерден оған біліп кету выгодно, тиімді. Ұялмайды өзінің білмейтінін жасырудан, және білуге асық. Олардың ең бір айырмашылығы білімді, бірдеңені үйренді, білді да, оны сразу олар практика деңгейіне, білім деңгейіне, түсінік деңгейіне алып, тәжірибе арқылы, эмоция арқылы бекітіп, өмірде қолданады. Вот, сол айырмашылық бұл жерде. Екінші пункт бойынша. Мынадай дүниеде, сен тұқымды екпей, сен ешқашан жеміс ала алмайсың. Просто өзіңдікін істе да. Просто өзіңдікін істе. Ал Алланың жұмысы ол нәтиже ол туралы ше ойлама. Сен өзің күтесің оны, дәнді егесің, күтесің, тыңайтқыштарын құясың, арам шөптерін жұласың. Вот сенікі соны істе, болды. Ал оның нәтижесін беру саған қандай жеміс береді, ол Алла тағала жұмыс. Оған араласпасың вообще. Яғни сен өзің жұмысың істейсің, Алла тағала өзінікін істейді. Болды, басқа ештеңе жоқ. Мен бәрін білем деген адам ештеңе білмейді. Бәрін білуші тек біреу, ол Алла ғана, болды. Бәрін білетін адам жоқ. Бай адамдар бұл өмір бойы бірдеңені іздеп, өмір бойы білім іздеп жүретін адамдар. Осыны еске түсіріп алайық. Мен жақсылап сақтап алайық. Образованный, білімді адам дегеніміз ол диплом бар адам емес. Осы жерден тағы да бірдеңені ашып алайық. Ол диплом бар адам емес. Дипломы бар адам толып жатыр да. Бірақ сен өз ісіңнің нағыз мамансың ба деген әңгіме. Ол маманы болу қай кезде жүзеге асады? Сен оның ой шұқырына кіріп, тәжірибені алып, любой істі теуіп кіре алатындай сенің жағдай бетінен тіке, көзіне тіке қарап тұрып, кім басық болсын, уверенді түрде істей алатынға, жасай алатынға, вот
айта алатындай сенде деңгей болу керек қой, бір сөзбен айтқан кезде, түсінесің ба? Сондықтан да дипломы көптер толып жатыр, талантты барлар толып жатыр, бірақ олардың танымал бола алмауына немесе өзінің бір белгілі бір жерде немесе армандағы сумманы таба алмауына бір ғана себеп, ол алған білімін тәжірибеден өткізе алмауында. Яғни бұл жерден екінші пункт бойынша айтылатын дүние, егер білім алдың ба, сразу оны қолдануға тырыс. Любой жерде практиковаться етуден, тәжірибе жасаудан ешқашан қымсынба, бас тартпа. Богатый адамдардың ең үлкен несі сразу алған білімін практикада қолданады. Яғни біріншісі фокус, екіншісі сразу білімді практикада қолдану. Сол жалпы бұл видеода мен 5-еуін айтам ба деп ойлағам. Слишком ұзақ болып кететін сияқты, бірақ сонда да енді 2-еуін ғана айтып үлгерейін деп тұрмын. Егер ұнап жатса, міндетті түрде пікір аясына өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Қай тұсы сіздерге ұнады, не нәрседен сіздер жаңағыдай болады бір интуиция, мынау маған керек екен, мына нәрсені мен енді түсіндім деген сияқты сондай бір интуицияларыңыз фық кетіп сіздер бірдеңе айтып жатса, ол дүниемен де бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Ал бұл менің алғашқы видеом барынша пайдалы болады деген үміттемін. Так что сіздермен келесіде тағы да жүздесеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге қоя беріңіздер. Сонымен жақсы, сау болыңыздар.